Сәлеметсіздер ме достар? Сіздермен бүгін 6 сыныптың математика сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз қатынас. 11 есепті бастаймыз. 11 есепте егер 5 және 9 сандарының қатынасы 1,8-ге тең болса, қай сан қатынастың алдыңғы мүшесі, қай сан соңғы мүшесі? Енді бұл жерде біз 1,8-ге тең болатындай болса, 5-ті 9-ға бөлсек 0,5-нан басталып кетеді. Сонда біз 9-ды бөлеміз 5-ке. Сонда бізде міне 9 бөлу 5 тең 1,5-тен 4 тең болады 1,8. 12 есеп қатынас қалай өзгереді егер бірінші қатынастың алдыңғы мүшесін 3 есе арттырса. Бірінші есеп, мысалы біз А бөлінген В деп алайық. Қатынастың алдыңғы мүшесін 3 есе арттырса тең 3 А бөлінген В. 3 есе екінші қатынастың соңғы мүшесін 2 есе арттырса. Мысалы А бөлінген В 2 тең 2 бөлу 1 А бөлу В 2 есе кемиді. Үшінші қатынастың алдыңғы мүшесін 2,5 есе кемітсе. Жазамыз. А бөлінген 2,5 бөлінген В тең А бөлінген 2,5 В. Сонда бізде 2,5 есе кемиді. Төртінші қатынастың соңғы мүшесін 1,2 есе кемітсе. А бөлінген В 1,2 тең кері айландырамыз. 1,2 А бөлінген В. Сонда 1,2 есе артады. 13 есеп шамалардың қатынасын қысқартыңдар. Бірінші есеп 500 килограмм 2 тонна тең 500 килограмм 2000 килограмм. 2 тонна 2000 килограмм болады. 2 нөлі қысқарады. Тең 5-тен 20. 2 қысқарады. 1-ге 4-тен 1. Екінші есеп 3 центнер 750 килограмм тең 3 центнер 300 килограмм 750 килограмм. 0 мен 0 қысқарады. 30 75. Так, 15-ке қысқарады 2, 15-ке қысқарады 5. Тең болады 5-тен 2. Үшінші 75 сантиметр 6 метр тең 75 сантиметр 6 метрде 600 сантиметр бар тең
75 пен 600 қысқарады. 1-ге 8-ге 8-ден 1 бөлінген 8. Төртінші 56 дециметр 16 дециметр. Тұрған жерінен қысқартамыз. Дециметр мен дециметр қысқарады. 8-ге қысқартамыз. 7 болады. 8-ге қысқартамыз. 2 болады. Тең 7 бөлінген 2. Енді 5-ші есеп. 12 минут 1 сағат тең 12 минут 60 минут. Қысқартамыз. 12-ден қысқартамыз. 1 болады. 60-ты 12-ге қысқартсақ 5 болады. Сонда 5-тен 1 бөлінген 5. Енді 6-шы есеп. 30 минут 2 сағат тең минут. 2 сағатта 120 минут бар. Қысқартамыз. 30-ға қысқартсақ 1 болады. 120-ны 30-ға қысқартсақ 4 болады. 1 бөлінген 4. Келесі бізде 14-ші есеп. Бөлшек сандардың қатынасын натурал сандардың қатынасы түрінде жазыңдар. Бізде үлгіде 2 тәсіл берілген. Осы тәсіл түрінде есепті шығарамыз. Бізге бірінші тәсіл дұрыс. Бірінші тәсіл оңай. Бірінші есепті шығарайық. 2 бөлінген 5 бөлу 1 бөлінген 3. Яғни біз көбейту түріне келтіреміз. Алымы мен бөлімін орнын ауыстырамыз. Бөлу болғандықтан, бөлуді көбейтуге айландырғандықтан, енді осы жерде қысқартамыз. Бұл жерде ешқайсысы қысқармайды. Сонда 6-дан 5 болады. Тең 6 бөлу 5. Екінші 7 4 бөлу 7 бөлеміз 1 бөлу 2 тең жазамыз. 7 4 көбейтуге айландырамыз. Сонда алымы мен бөлімін орнын ауыстырамыз. 1-де 2 тең 8 бөлу 7. Үшінші есеп 5 бөлу 6 3 бөлу 8. 5 бөлу 6-ны жазамыз. Көбейту арқылы шығарғандықтан алымы мен бөлімін орнын ауыстырамыз. 5 жердегі 8-ім 40, 6 жердегі 18. 2-ге қысқартамыз 20, 2-ге қысқартамыз 9. 20 бөлу 9 тең 20 бөлу 9. Төртінші есеп бізде 3 бүтін 1 бөлінген 9 бөлу 2 бүтін 6-дан 1 тең. Бүтін бөлшекті бұрыс бөлшекке айландырамыз. Сонда
9,9 жердегі 3-ім 27. Мына екеуін көбейтеміз. Мынаны қосамыз. Сонда 9 3-ке көбейтсек 27. Бірді қоссақ 28. Бөлу. Бұрыс бөлшекке айландырамыз. 6 жердегі 2-ім 12. Бірді қоссақ 13. Тең. 28 бөлінген 9 көбейтуге айландырамыз. Сондықтан алымы мен бөлімінің орны ауысады. Осы жерде қысқартамыз. 9 бен 6 қысқарады. 3-ке қысқартса 2 болады. 9-ды 3-ке қысқартса 3 болады. Сонда 28-ді 2-ге көбейтсек 56 бөлінген 3-ті 13-ке көбейтсек 39 тең 56 бөлу 39. Енді 5-ші есеп 1,12-ден 5 бөлеміз 15-те 2 тең. Бұрыс бөлшекке айландырамыз. 12. 12-ге 1-ді көбейтсек 12, 5-ті қоссақ 17. Бөлу 2-де 15 тең 17 бөлу 12 көбейту арқылы шығарғандықтан алымы мен бөлімінің орнын ауыстырамыз. Сонда 15 пен 12 3-ке қысқарады. 5, 12-ні 3-ке қысқартсақ 4. 17-ні 5-ке көбейтсек 85. 4-ті 2-ге көбейтсек 8. 85 бөлу 8. Енді 6-шы есеп. 8-ден 1 бөлу 1,12-ден 7 тең 8-ден 1 бөлу 12. 12-ге 1-ді көбейтсек 12. 7-ні қоссақ 19. 8-ден 1 көбейту 19-да 12 қысқартамыз. 4-ке қысқартсақ 3 болады. 4-ке қысқартсақ 2 болады. Сонда бізде 3-тен 38 тең 3 бөлу 38. 15-ші есеп. Мирас кітаптың 60 бетін оқығанда оқылмаған 15 беті қалды. Сонда бізде бір кітап 75 бет болған екен. Есептің берілгенін жазып алайық. Оқылғаны 60 бет. Оқылмағаны 15 бет. Барлығы 75 бет. Сонда бірінші есепті шығарайық. Кітаптың мирас оқыған беттері ол оқымаған беттерінен неше есе артық. Сонда 60 бөлу 15 тең 4 есе артық. Екінші, кітаптың мирас оқымаған беттері ол оқыған беттерінің қандай бөлігін құрайды? Сонда 15 бөлу 60 деп шығарамыз. Біз қысқартамыз 15-ке. 1 болады, 4 болады. Сонда 1 бөлу 4. 4-тен 1 бөлігі.
Үшінші. Кітаптың мирас оқыған беттерінің кітаптың барлық беттеріне шығарайық. Үшінші есепті 60 бөлу 75 тең 60 бөлу 75. 15-ке қысқартамыз. 4 болады. 15-ке қысқартсақ 5 болады. Сонда 4 бөлу 5. Төртінші есеп. Кітаптың мирас оқымаған беттерінің кітаптың барлық беттеріне қатынасы неге тең? Оқымаған бізде 15 бөлу барлық беті 75 тең 15 бөлу 75. Қысқартамыз. 15-ке 1, 15-ке қысқартсақ 5 болады.